Bir mesele şeşimi. Demek, bizlerge mesele berilgen, her ketekşe birge teң eкен. Осы векторлардың жиынысы неше бірлікке тең? Мгм. Оның үшін маған так, x көшері керек болады. X көшері болсын. Һәм y көшері керек болады. Y, x. Y көшері сызып алдық. Енді сәл үлкейтеміз. Так, мына қызыл реңк салайық. A-ның x-тағы проекциясы. Мына тарап. A-ның x-тағы проекциясы. AX тең, ол бірге тең. Себебіне қарай бір клетке жеткен. Y-тағы проекциясы мына жер болады да, онда ол. A-ның Y-тағы проекциясы. Ол 3-ке тең болады екен. AY тең 3. Екіншісі B. B-ның X-тағы проекциясы. Так, мына жерге қараймыз. BX. BX X-ке қарама қарсы. Соның үшін минус 2 деп аламыз. 2 клетке. B-ның Y-тағы проекциясы ол бірге тең. Бірге тең. Бір бірлікке тең да. Так, мына реңк салайық. Енді S-ның X-тағы проекциясы ол 0-ге тең. Себебі S-ның X-тағы проекциясында проекциясы олма көрінбейді. Ал Y-тағы проекциясы тең. Демек, Y-ге қарама қарсы бір клетке төмен қарай жылжыған. Демек, минус 1 болады. Енді общий X-ті табамыз. Яғни X-тағы проекцияларды жинаймыз. X тең деп аламыз оны. Һәммесін қосамыз. AX, BX, CX. Ол неге тең болады? Демек, AX қосу BX қосу CX. AX бірге тең, минус 2 плюс 0. Демек, минус 1-ге тең. X-тағы проекциясы минус 1-ге тең. Яғни, мына тарапқа қарап бір клетке жетіп тұрса, андай ойып, не қылбас. Ол мына жерде болады, енді үстіне сызу керек болады, мына жер. Y дегеніміз AY қосу BY қосу CY. AY-іміз 3-ке тең, қосу BY-іміз 1-ге тең, CY-іміз минус 1-ге тең екен. Сонда бұл 3-ке тең болды. 3 дегені Y көшері тең, жоғары қарай 3 болып тұрыпты. Жоғары қарай тұрып па? Да, жоғары қарай 3 екен. Екі бір-бірін жоққа кетеді. 3 клетке. Құласы мынау Y, мынау X болып тұрыпты. Енді қараймыз. Екеуі тура емес жасаған, ұлумасы, демек, S деп алатын болсам, S бар екен. A, B, C, D деп алатын болсам, D векторымыз. Оның ұзынлығы координатасында X-тің квадраты плюс Y-тің квадраты болады. X-тің квадраты 1, қосу Y-тің квадраты 9, демек, корен 10 деген болады. Жауап не? Е екен.